Әнәуір тау. Мынау Ырғыздың жері, Ырғыз бен Торғай даласы, шекаралас жер. Қаракесек шоқысы деген тарихи жер екен. Қаракесек шоқысы 1570 жылдардың шамасында дейді тарихи деректерде. Хақназар ханның заманында осы Қаракесек шоқысына кетелер, әлімшектілер, шөмекейлер осында бас қосқан екен. Бүкіл ру тайпалар осында келіп бас қосып үлкен құрылтай болған екен. Осы жаңағы шежіреде айтып жүреді ғой, Байсарыны, Әлімді, Шөмекейді жаңағы Қаракесектен тудырып жүрген. Ол адамның аты емес, Қаракесек дейді, Қыдыр қожа дейді, Бідірдемек қожа дейді. Бұл жердің атауымен аталған Қаракесек шоқысы дейді. Осында бас қосқан бабаларымыз. Қаракесек шоқысы деген осы жер. Кетелер, әлімге керетін рулар, шөмекейлер бас қосқан. 1570 жылдар шамасында дейді, Хақназар ханның заманында бабаларымыз бас қосқан. Мынау жаңа Ырғыздың жері, Торғаймен шектес деп. Тарихи деректер осылай жазылған. Осы шоқыға келіп тұрып біздері. Алыс екен кішкене 30-40 километр дейді. Осы жер Қаракесек шоқысы деген. Кезінде метеорит түскен дейді космостан. Ғалымдар осы жерде зерттеген дейді. Топырағын алған дейді. Осы жерге түскен екен, осы тауға, Қаракесек шоқысына. Осы